Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен өте оңай дайындалатын миксер мен таразыны қажет етпейтін жұп-жұмсақ тәп-тәтті бал пирогтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен кремін дайындап аламыз. Толық рецепті описанияға жазып қалдырамын. Қантқа ұнымызды салып, сүтке араластырып, сүтіміз қоюланғанша түйіршіктер болмауы үшін араластырып тұрамыз. Креміміз дайын болған соң суытуға алып қойып, қамырын дайындап аламыз. Балымызға ас содасын салып, жақсылап араластырып отырамыз. Содан салған соң реңі осылай өзгере бастайды. Өзіңізге келген түске енген соң маргаринімізді салып, толықтай ерігенше араластырып отырамыз. Балымыз күйіп кетпеу керек. Балымыз суығанға дейін табағымызға жұмыртқаны шағып, үстінен 1 пиала қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массаны араластыра отырып, балды массаны қосып аламыз. Үстінен ұнымызды бөліп саламыз. Разрыхлительді ұнның үстінен салып араластырамыз. Бөліп салыңыздар, осындай сұйық масса болуы керек. Духовкамыздың листіні майлап алып, үстінен қамырымыздың 1/3 бөлігін салып, қолымызды майлап жайып аламыз. Қамырымызды тоқ пешіне 180 градуске 10-15 минутке жібереміз. Дайын корждарымыздың шеттерін кесіп аламыз. Осындай 3 корж шығады. Корждарымызға әдемілеп кремдерін жағып алып, корждарымыздың шетінен шыққандарын осылай майдалап, пирогымыздың үстіне әдемілеп шашып аламыз. Міне осымен пирогымыз да дайын. Видео ұнаған болса лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда қызықты видеолар болады. Астарыңыз дәмді болсын.